Сәлеметсіңдер ме Ақнұр, Айбике? Көңіл-күйлерің қалай? Жақсы. Жақсы болса, ондайша мен сіздермен бүгін қызықты бір іс тәжірибе өткізгім келіп тұр. Яғни алдымыздағы тұрған су мен екі шыныдағы су, жұмыртқа және тұз. Осы суды зерттеу арқылы біз анықтаймыз. Ақнұр, қане алдында тұрған тұзды алып, шыныға сала ғой тұзды. Араластырамыз салғаннан кейін. Араластырып болғаннан кейін барып, тағы бір мәрте салайық қане. Бір мәрте тұзымызды салғанымыз, салып, араластырамыз. Қане араластырайық Ақнұр. Араластырдық, иә? Қане қасымызды алдына жаққа қояйық. Енді, балалар, қараңдаршы, мына жерде машина екі шынында айырмашылық бар, иә? Судың түсі, яғни бізде тұзды су, тұзсыз су, иә? Түсі қараңдаршы, тұнық болып кетті тұздың судың түсі. Ал мына Айбикеге судың түсі анық болып мөлдір болып тұр, иә? Енді тұзды судың дәмі бола ма? Жоқ, тұзды судың дәмі болады, әрине, тұзды болады екен, біз ішіне тұз салдық қой. Иісі бола ма? Иісі болмайды, иә? Ал Ақнұр, оны алып көрші, зерттеп көрейікші, қане, қызықты екен. Тұздың түсі өзгерді, иә Ақнұр? Ал енді алдымыздағы тұрған жұмыртқаны алып, тұзды суға шынымызға салайық. Ал, көрдіңдер ме балалар? Айырмашылық қандай? Яғни тұзсыз суымыз мөлдір болды, ал тұзды суымыз біздің қандай болды? Тұнық болып тұр, иә? Анық емес. Яғни жұмыртқамыз батпай тұр. Ал Айбикенің жұмыртқасы жерге батып кетті. Айырмашылық бар, иә сонда? Ақнұр, Айбике, бүгінгі іс тәжірибеміз сендерге ұнады деген ойдамыз. Яғни зерттеу жұмысы бойынша тұзды сумен екі суды зерттедік, тұзбен салып арқылы зерттедік. Сендерге бүгін қызықты іс тәжірибе ұнады ма? Ұнады, иә? Ал енді осыны іс тәжірибені үйдегілерге жасап көрсетсеңдер де болады. Енді бүгінгі сендердің іс тәжірибелеріне рахмет, өскенмен. Бүгінгі іс тәжірибе ұнады деген ойдамыз. Сау болыңыз, апай. Ақнұр, Айбике, сау болыңдар.